Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік Орео чизкейкін жасайтын боламыз. Ең алдымен бисквитімізді жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен қантымызды ағарып ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға қайнап тұрған ыстық суымыз бен сұйық майымызды қосып, миксердің көмегімен бір араластырып аламыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді, ұнымызды, какао және қопсытқышымызды қосып, ситада араластырып, немесе алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқалы массамызға қосамыз және миксердің жай жылдамдығымен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Алдын ала дайындап қойған 20 диаметрлік формамызға массамызды құйып, 180 градус қызған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Әр духовка әртүрлі болғандықтан піскен-піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажканың көмегімен тексеріп көріңіздер. Бисквитімізді толықтай суытамыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен желатинімізға қайнатылған суық суды қосып, 25-30 минутқа бұқтырып қоямыз. Салмасына майлы ірімшік пайдаланған жөн. Менде 9%-дық паста тәріздес президент ірімшігі вилканың көмегімен езіп аламыз. Егер де сізде түйіршіктелген ірімшік болатын болса, алдын ала блендерден өткізіп алғаныңыз жөн. Ірімшігімізге қант ұнтағын, сгущенканы және клейгейімізді қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Бұқтырылған дайын желатинімізге қалған 100% клейгейімізді жақсылап ысытып, тек қайнатпаймыз. Ысыған клейгейімізді қосып, біркелкі болғанша желатин ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді желатинімізді сүзбелі массамызға қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған массамызға Орео печеньесінің 10 данасын 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын лопатканың көмегімен араластырамыз. Подложкамыздың немесе тарелкамыздың үстіне кальцомызды қойып, оның ішіне ацетатная пленкамызды саламыз. Енді Орео чизкейкін жинаймыз. Ең бірінші бисквитімізді саламыз. Бисквитіміздің үстінен сүзбелі массамызды құямыз. Енді осы қалпында 1-2 сағат чизкейгіміз өз формасын ұстағанша тоңазытқышқа жібереміз. Менде 2 сағат өтті. Енді формамыз бен ацетатная пленкамызды алып тастаймыз. Дайын болған чизкейгімізді қалауыңызша сәндесеңіз болады. Бетіне глазур құйып, жеміс-жидекпен де сәндеуге болады. Мен какао сеуіп жатырмын. Осымен біздің Орео чизкейкіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жеңіл жасалады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пікірлеріңізбен бөлісіп, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.